Әңгімені әрден бастасақ, әлқиссасы мынау. Ай мен күннің аманында Ақтөбе жерінен шыққан жіктің екі құлағының тіктігі. Айтсақ, Ақтөбе қаласындағы ұлттық қауіпсіздік комитетінде болған жарылыс жұртымыздың жағасын ұстатты. Бірнеше қылмысқа қатысы бар деген күдікті Рахымжан Махатов комитеттің ғимаратында өзін-өзі жарып жіберді. Екі адам жараланып, ауыр күйде ауруханаға түскен еді. Сондықтан бұл қазір астыртын айтатын мәселе емес. Құзырлы органдар қылмыстық топқа қатысы бар деген жанкештінің 16 сыбайласын ұстатты деп хабарлаған еді телеарналар сол тұста. Десек те бұл деректі дәйексіз деп мәлімдеді тиісті органдар. Негізгісі қылмыскердің бұл әрекетін қалың ел әрқилы қабылдады. Алайда анығын Алла біледі. Бәзбіреулер шахид болды десе, кейбіреулер бүйткендіні құрысын деп безді. Өйткені бізге белгілесі ол намаз оқып Құдайға қараған адам екен деген ақпарат. Ақиқатында ислам діні қандай жағдай болса да өзін-өзі өлтіруді қош көрмейді. Тіпті шариғатта ауыр күнә деп есептеледі. Сіз өзіңіздің үйіңізде отырған кезде үйіңізде ыдысын сындырдыңыз ба, қабырғаңызды шаптыңыз ба, терезеңіз қаусаттыңыз ба, бәрі ақымақтық. Бірақ сізге біреу ештеңе демеуі мүмкін. Бірақ кісінің үйіне барып, ыдысын сындырып, қабырғасын талқандап, болмаса терезесін қаусататын болсаң, айтады: "Ей, не істеп жатсың? Кет, ондай болатын болса үйден" деп айтады. Сол сияқты мына денеп ауырлар Аллахтан болған аманат, оған қиянат жасау, қылмыс, Құдайдың дүниесіне қол салу. Сол үшін бұл үлкен күнә шариғатта. Енді бұны айтып жатқанымыз осы жақында болған оқиға. Сонау Ақтөбеде Рахымжан дейтін бір бауырымыз. Енді бұл дінге қатысты ма, жоқ дінге қатысы жоқ па білмейміз. Бірақтан әңгімелердің көбейіне байланысты дін адам екен, намаз оқитын адам екен деп жатыр. Оның өзін-өзі жаруы қатты алаңдатты. Осы бір нәрсе шайтанның ісі болмаса екен. Осы бір нәрсе Қазақстандағы еркін діннің дамып баратқаны, сол имамдардың ашық уағыз айтқаны, мешіттердің соғылғаны шайтанды шырылдатып, міне ислам құртады, ислам сендерге бақытсызға келеді, міне балаларын ертең өзін-өзі өлтіреді, қыздарын өздеріне қол салады деген нәрсеге жол ашпаса екен деп. Бауырлар, Құран аяты бойынша, хадис бойынша, Құранда аят келеді: "Уала тақтулу анфусакум", өздеріңді өздерің өлтірмеңдер дейді. Хадисте айтады пайғамбарымыз, кім өз-өзін өлтірсе, егер ұшып өлсе қияметтің күні, сол уды қайта-қайта шібі азапталынады. Кім бір темірмен өзін өлтірген болса, қияметтің күні қайта-қайта сол темір өзін азапталады. Кім биіктен секіріп өлген болатын болса, қайта да биіктен құлап азапталады дейді. Ауыр нәрсе. Ауыр нәрсе. Ол жаңағы Рахымжан бауырымызға енді Аллах Тағала білмеген болса кешірсін, жақсылық берсін, қателескен шығар. Мүмкін ол біреу қателестірген шығар. Олай да болуы мүмкін. Бірақтан бұл үлкен орасан зиян әкелді. Дінге сәйкес емес. Бірінші. Екінші, артында қанша нәрсе опырылып қалды. Одан кейін өзге мұсылмандарға зиян келейін деп тұр. Жылаған әке қалып бара жатыр. Жесір әйел қалып бара жатыр. Дінге кедергі туып бара жатыр. Өкімет пен мұсылман арасындағы қарама-қайшылықтар туындатып бара жатыр. Имамдарды, мұсылмандарды уайымдатып бара жатыр. Бұл не керек? Не қажеттілік бар еді? Кім үшін керек еді? Бұл дұшпан ғана қол болмаса, мұсылманға бет емес. Бұл жоқ, өз-өзіне қол салу. Өз-өзіне қол салды қатты тыйым етіледі. Ол жерде бір шахидтік деген сөз естіліп қалады екен. Жоқ, шахидтік емес, өз-өзін өлтіру. Тіпті кейбір жерлерде өзін өлтіргенге жаназа шығарудың өзінде ғалымдар қаттайып кеткен жерлері бар. Сорақылық істердің соңғысы мұнымен бітпеді Ақтөбедегі. Бұдан бөлек Шұбарши мен Кеңгияқта елді дүрліктірген оқиға құдды батыстың атыс шабыс қанға толы қатыгез киноларынан кем түспеді. Мұнда мұнай ұрлаумен айналысқан қылмыстық топтың құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне жасаған қарсы әрекеттері содырлыққа ұласты. Алайда полицейлермен арада болған атыс көпке созылмады. Қылмыскерлердің көзі жойылды. Тек елді еміс-еміс емес, күнде тіпті сәт сайын елең еткізгені бұқаралық ақпарат құралдарында өзін-өзі жарып жіберген жанкешті де, Шұбарши мен Кеңгияқта лаң салған есерлердің де дін атын жамылғандар деп айтылуы. Екі оқиға туралы ел аузындағы әңгіменің әсері болса керек. Жұртшылықтың ойлары сансаққа жүгірген бүгінде. Дінге деген көзқарастарын қайшылыққа кептіреген жағдайлар өзін-өзі өлтіру, мемлекет мүлкіне қол сұғу, басшыға бағынбау, жихад деп желпіну секілді исламға жат тірліктер халықтың үрейін ұшырып үркітті. Ал дінді бетпердеткендердің елді бүлікке белшесінен батыруын басқалай айтқанда барып тұрған бассыздық, жауыздық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахих хадисте
Abu Musa al-Ash'ari және Muaz ibn Jabal, Алланы оларға ризалығы болсын, оларды Йемен еліге жіберген кезінде оларға айтты: Яссиро вала туассиро, баширо вала тунафиро. Адамдарды жағдайыны, яғни дінді оларға жеңілдетіп айтыңдар, оларға ауыр қылып жібермеңдер. Оларды қуантыңдар, оларды жеркенішті, дінді оларға жеркенішті қылмаңдар, деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұйырды. Сондықтан да Алла субханаху ва таала бізге Құранда Нахл сүресінде «Уд'у иля сабили раббика бил хикмати вал мау'изатил хасана» деп айтады. Алланың жолыға хикмет, даналықпен, әрбір сөзді өз орныға қоюмен шақыр, Алланың жолыға көркем вағызбен шақыр деп айтқан. Орынсыз оқиғаларға қатысты Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Шейх Абсаттар Қажы Дербісәлі өз ойын білдірді баспасөз мәслихатында. Біздің имамдар адам баласына қол жұмсау, қиянат жасау үлкен күнә екендігі жайында барлық уақыттарда айтып жүреді. Сонау 2001 жылғы Америкада болған оқиғадан кейін сәл бірдеңе болса исламға жала жаба жөнеледі. Ислам ондай істердің барлығына қарсы. Адамды өлтіруге емес, халықты ынтымақтастыққа, бірлікке шақыратын дін. Сондықтан орын алған келеңсіздіктердің барлығын дінменен байланыстыра берудің жөні жоқ. Барлық әлемдік діндер жұртқа қылдай қиянат жасауды қоштамайды. Қазіреттің қадап айтқан сөзі салмақты. Жалпы соңғы кездері халықты алаңдатып отырғаны біреу ғана. Ол Ақтөбе, Атырау болсын, әртүрлі экстремистік топтың ірткістерін ислам дініне тіреп бейберекет ақпарат берілуі Бұхараға. Қиыны сол, батыстан шишығып жел тұрса болғаны, құзырлы орган қандайда бір атышулы оқиға жөнінде ресми мәлімдеме жасамас бұрын, алдын ала желпінген журналистер жарыса қылмыстық іске дінді қабыстырып, ел арасында дүрбелең туғызады. Елдің тыныштығы бірінші емес, екінші кезекте тұрған олар үшін жөнсіз сенсацияның жұрт ойында ойран салғаны орынды көрінеді. Діни сауаты төмен, әлі толық қалыптаспаған рухани енді ғана түлеген елге қауіп діннен төніп тұр деп көк жәшіктен күнде сарнаған соң, халықтың ойы сансырамай қайтсын. Қосымша мәлімет айта кеткен артық болмас осы арада. Жуырда Атырау облысының прокуроры Сайфулла Кемалов аймақтағы жағдайға байланысты айтқан сөзінде сақал қойғандардың бәрі террорист, хиджаб кигеннің бәрі террористка емес. Құзырлы орган қызметкерінің нүктелі сөзі осындай. Сақалды кім екен? Бар сақал киіп жүрген ол вахабит кім емес жаңағы, салафит емес. Оны бәрібір біз білмей қалды дейсіз ба? Олар басқа сақалды ұстап жүргендер ұстап жүре берсін, оған біз ешнәрсе істеп жатқан жоқпыз. Паранжаны кие берсін. Бірақ қауіпсіздікке күрделі осындай жағдай әкелмесін. Біздің бұған алып қосарымыз жоқ. Өкініштісі өзгелердің емес, өзімізді өзіміз кеудеден итеріп күн көрсетпеуіміз қынжылтады. Қазақтың көгергенін көре алмайтын көлденең көк аттылардың көздегені де осы емес пе? Яғни тыныштығыңа түкірдім, біл болмасаң күл бол дегендері бұл. Түп төркіні белгісіз топтар үшін елдің іштен іріуі іздегенге табылған емей немене. Расын айту керек, еліміздің батысындағы діни ахуалдың ушығуы алаңдайтын мәселе. Бірақ басқалай, жастар арасында тәкфіршілдік тегіс болмаса да тамырын тереңге жайып үлгерді. Жастардың жатағымен улануына себеп сырттан пәтуа беруші белгісіз ғұламалардың тірлігі десек, оған іштен шыққан шұбар жыланның да үлесі аз емес. Түсін түстеп атын атасақ Халил Абдужаппаров. Ұр тоқпағым ұрдың керіме, әлде жығылғанға жұдырық па, Халил бүйдеді, Халил үйдеді деп санасын улатқан жастар, оның берген парықсыз пәтуасын жата жастанып жүр. Ақырының қайырсыздығын қазір аңғардық. Қазақта мынандай мақал бар: келінің бетін кім ашса сол ыстық дейді. Халил кезінде біреуге ұстаз болды, біреуге Құран аятын үйретті, біреуге араб тілін үйретті, біреуге намаз үйретті. Оның жүрегіне сол сөздеріменен, ісімен сіңгеннен кейін, оның жаңағы дұрыс жағын көрген екен, бұрысында сіңіруге бір бейімделу бар сияқты болып қалады екен. Ол бауырымыз ғой, ол ілім егесі ғой, ол айтты ғой деген. Жоқ, ол онымен шектелмейді. Ақиқат әрқашан шартқа сәйкес болса ақиқат, ғалымдардың сөзіне сәйкес болса ақиқат, ол бір жеке адамның оның беделімен өлшенбейді. Беделді айтқан адам үшін болды, осыны дұрыс деп ойлап қалмайды. Сол үшін біз естіп қаламыз, Халил бауыр айтқан, намаз оқымаса ол қандай болсын, не болсын, намаз оқымаса да жеке адамның өзіне күфір үкім шығарамыз деген сөздер айтылып жатыр екен. Бұл егер болатын болса қате, дұрыс емес. Ондай нәрсе жоқ, бауырлар, ондай емес. Ешқандай намаз оқымаса болды кафір деп айта салу, бұл үлкен қателік. Баса айтамын осыны сіздерге, сақ болыңыздар ондай ойдан. Кейбір ұстаздар жақсылыққа, жұмсақтыққа шақыратын болса, кейбір ұстаздар адамдарды агрессияға, бұдан қатал болуға,
адамдарды діннен шығарып кафир, мушрик, мұнафиқ деп айтуға шақыратын ұстаздар болды. Осылай әсер қалдырған ұстаздардан бірі мына Қазақстандағы оқушыларға, мұсылмандарға белгілі болған Халил деген кісі. Халил бұл кісі бірінші оңтүстік жақтарда, сосын батыс Қазақстан жерлерінде адамдарды дінге шақыру үшін амал жасап кеткен адам. Бұл кісі дінге шақырғанда шариғаттағы ережелерді, ғұламаларды бізге көрсеткен жолдарыны орындаған жоқ. Өткені болай деп айтуымызға себеп, мына бұл кісіні мен үш сабағаны зерттегенімде, соларды біріншісі ислам ақидасы. Сол ислам ақидасы деген сабағында бұл кісі 14-ші минутта айтады. Кімдің ақидасы дұрыс болмаса, демек ол мушрик. Исламға шағыратын адам бұндай сөзбен бастамайды. Негізінде бұндай сөзді айтуға дәлел керек. Өткені кімді ақидасы дұрыс болмаса, енді ол мушрик деп айтуға болмайды. Өткені ақидасы дұрыс болмаған адамды адасқан деп айтуы мүмкін, немесе жахил деп айтуы мүмкін. Бірден мынандай сөзді мушрикті айту, әсіресе бұдан 10 жыл бұрын оқса сабақ берген кездерде, енді адамдарды көзі ашылып исламға келе жатқан кезде, олар жастар басқа адамдарды, туған туыстарды, әке шешелерді мына сөзден кейін әкемді ақидасы дұрыс емес, демек ол мушрик, демек ол кәпір деген сөздерге барғаны бізге белгілі. Сондықтан бұны такфир идеясы, немесе харижиттерді белгілері деп айтылады. Мұсылмандарды, ұстаздарды, ғұламаларды, вағыз айтушыларды сабағы, вағызы бұдан басталмайды. Негізінде осы сөзді айту дұрыс емес шариғатта. 42-ші минутта айтады. Сондықтан кімде ғибадат болмайтын болса, онда таухид жоқ. Оған жеңіл қарамайық. Енді бұл сөздерден сол кездегі әке шешелер, туған туыстар, немесе басқа мемлекетіміз өкілдері, қызметкерлер, намаз оқымайтын адамдарға жеңіл қарамайық деген сөзбен ол кісінің артынан қалған оқушылар оларды мушрик, кәпір деп айтып кетті. Намаз оқымаған адамды кәпір деп айтуды жария қылып, осы мәселемен көп бақытсыздықтар болды. Сондықтан бұл дұрыс жол емес. Бұны біз адасқан жол деп айтамыз. Бұл харижиттерді жолы, бұл мутазилиттерді жолы, бұл такфир жамағатыны жолы. Өткені ахлы сүннет және жамағат адамдарды жұмсақ болуға, жуас болуға, адамдарға мейірімді болуға бұйырады. Халил деген ұстазды сабақтарыны тыңдауға болмайды деп айтамыз. Оны сабақтары бізге жақсылық әкелмейді. Ол бұл сабақтар мен елді бақытты болуға, қараңғылықтан нұрға шығуына себеп болатын ұстаз емес деп білеміз. Өткені ол кісінің артынан қалған адамдарға қарағанда осылай нәтижені айтамыз. Те братья, которые сейчас, скажем, делают такфир налево-направо, кто вам дал, во-первых, право выносить решение хукм? Достигли вы этой степени учености, чтобы иметь право сортировать, это кафир, не кафир? Ваша обязанность доносить до людей истину, доносить до людей доводы. Что это куфр, что это ширк и так далее. Но выносить решение ты не обязан это делать. Ғаламтор, айтар ойыңды бүкпесіз, беймәліматпен беруіңе ешкім кедергі емес мұнда. Содан болар, Ақтөбе мен Атырауда қазір ойнап жүріп от басатын азаматтар аз емес арамызда. Ашық жараның үстіне тұз себет, онсыз да құты қашқан тұрғындардың зәресін алатын ақпараттарды блогына шығарып, пәлен жерде жарылғыш зат бар деп полицейлерді әуре сарсаңға салады. Келер зиянның бірі осы деңіз. Енді екіншіден, ақпарат тасқынын тек интернет иірімінен іздейтіндер үшін еліміздің батысында біреу қит етсе, астарын діннен іздеп, форумға құйтырқы ойын жазып, сасық сөзбен көсейді. Солардың бірі Асма деген лақабатпен жазған интернет пайдаланушы. Әйелі себепші болыпты, өзін өзі жарған жігіттің туыстары солай дейді, қамауға алыпты. Енді басқа мұсылмандарды тінтіп тексере бастайды. Осындайлардың кесірінен тыныш жүрмей ме? Осы мәндес шимай шатпақтар жетіп артылады. Қазақтар басбұзарларын өздері жөнге сала білген халық. Сақалдыларды заңға сүйреп немесе жарылып өлуіне жол бергенше, мықты жігіттер жиналып ордаларын ойран қылсын, басшыларын бас көтертпестей қылсын, сонда ғана олардың үні өшеді. Міне, осылайша жұрттың басындағы жағдайға жаны ашыған сыйды, бірақ бауырының қанын төгуге үгіттейді. Бұқар арасында бүлік тууға себепкер мұндай улы сөздерден қазақ сайттары көз ашпайды.
тентек сөзгө тунуп тур. Тайт дейтін ешкім болмаған соң, есер сөзге елткен ессіздер де жетерлік. Құдай сақтасын. Соңғысы мынау. Қазақстан туралы мүлдем хабар жоқ. Күншілік жерде отырып, көсем болатын шейх сымақтардан интернеттің скайп арқылы пәтуа алушылар азаймай тұр. Солардың кесірі көпке тиюде. Бұрынғы кезде ғалымдар айтушы еді, кімнің ұстазы кітап болатын болса, қатесі көп болады дұрыстығынан деп. Қазір біз қосып айтатынымыз, кімнің ұстазы интернет болатын болса, оның қатесі көп болады дұрыстығынан деп айтқымыз келеді. Өйткені көптеген интернетке кіріп алып, сол жердегі аты да беймәлім, заты да беймәлім, кейбір адамдардың сөздеріне келтірген жаңағы білімі терең болмаған жас бауырлардың әлбетте жүректерінде иман ұрып тұрған екен. Сол жастардың былай алдап, солардың санасына жалған хадистерді басқаша бұрмалап түсіндіріп, болмаса болатқан оқиғаны басқаша көрсетіп, олардың нәпсісіне, жанына тетіне көрсетіп, олар кеттік деп жатқанның ар жағында үлкен бір сырда жатуы мүмкін. Ол діннің тоқтауы үшін. Сол үшін шынымен де осы нәрсеге интернетке алданып қалмайық. Кез келген сайтқа кіріп алып, кез келген кісінің сөзін тыңдап, міне шақырып жатыр жетіқатқа деген нәрсеге алып барудан өте алыс болайық, бауырлар. Әсіресе кейінгі кезде мынандай нәрселер жиі пайда отыр екен. Беделді бір адамдардың аттарын пайдаланып, Шейх Усеймин айтты, пәлең айтты, түгең айтты деп, бірақ шынап келсең олардың үзінділерін қырқып алғанда, толық мағынасын берместен, соның атын пайдаланып, айтқанда сол жаңағы үлкен кісілердің атыменен жалғандыққа шақырғысы келіп жатқандар бар. Соның біреусі өзімде жақында куәгер болған нәрсенің біреусі біздің де атымызды пайдаланып, ал дарын шақырып жатыр екен, дарын айтып жатыр деген нәрселерді кездестіріп қалып жатырмыз. Әлбетте айтқанда бұл осы алтыншымыз жер өтеді деген сияқты біреулердің өзінің өтірігін өздері өткізе алмағаннан кейін кісілердің атын батылан өткізу бұл да қылмыс болып келеді екен. Бауырлар, сақ болыңыздар. Түйсікке салып сананы бір сілкінткенде келетін ой келесі. Неге Ақтөбе? Неге Атырау? Жалпы неге батыс? Неліктен оңтүстік, солтүстік, шығыс емес? Бұрын бір сырттан келген зерттеуші қазаққа жан ашып тарихты зерделемеген анық. Еліне барған соң басшысына есеп берген көрінеді. Бұл қазақтар қонақжай, бірлігі мықты халық, бірақ оларға ойран салудың бір ғана жолы бар. Оны да сол ортадан таптым. Шөлді жерлерінде сексеуіл деген берік ағаш өседі. Мықтылығы сондай құр қолмен сындыру мүмкін емес. Алайда сол сексеуілді өзіне ұрса, мұрт сынады. Осылайша қазақты құртудың тиімді әдісі біріне бірін айдап салуда деген. Мұнайлы өлкелердегі мәселені бір жақты қарау жеткіліксіз, тіпті ол көрсоқырлық. Қара алтынның қаймағынан қазаққа тиген үлес бар. Әлбетте сол үлестен қағылмаудың қазығын үкімет баяғыда қадап қағып қойған. Тек араға от салып, әрбір қазақтың шаңырағын шайқалтуды, отбасын ойрандауды көксегендердің айдауына ермей, ақылға салу адамдық іс. Ал дін ұстағандарды дұшпанға айналдыру өзімізге өзіміз орғазумен тең. Данабай айтады: біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Тоқ өтірі елдің тұтастығы, мемлекет іргесінің беріктігі керек мұндайда.